Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Өтіп жатқан сабақтарымыз сіздерге тоқып үйренудің алғашқы қадамынан өтуге көмектеседі деген сенімдемін. Бүгін бізде 7-ші сабақ третный столбик, яғни соединительный столбик алуды және круг бойынша тоқуды үйренетін боламыз. Алдымен 5 воздушный петлядан тұратын цепочка алып аламыз. Оны бірінші сабақта өттік, қалай алу керектігін. Енді маған жұмысты соединительный столбик көмегімен круговой рядқа біріктіру керек. Ол үшін крючокты алып, бірінші ілмекке енгіземіз. Бірінші ілмекке енгіздік. Жіпті іліп аламыз да, екі ілмектен қатар өткіземіз. Бізде бұл соединительный, яғни біріктіретін столбик болып табылады. Біз круговой рядқа біріктірдік соединительный столбик көмегімен. Енді әрі қарай барлық столбикті осы круг бойынша тоқитын боламыз. Мысалға бізде ортасында 8 столбик без накида тоқу керек болса, мен осы көтерме ілмек алып аламын да, бірінші басында міндетті түрде ол. Енді 8 столбик без накида тоқимыз осы круг бойынша. 1 2 3 столбик без накида тоқып алдық. Енді әрі қарай жұмысты біріктіру керек соединительный столбик көмегімен. Яғни бізде көтерме ілмек, бірінші столбик. Осы бірінші столбикке крючокты енгіземіз. Енгізіп, жіпті іліп аламыз да, бірінші столбиктен және крючоктағы ілмектен қатар өткіземіз. Біз жұмысты круговой рядқа біріктіріп алдық. Яғни бірінші қатарда тоқып алдық. Қайта жұмысты біріктірдік. Енді дальше бізге, например, столбик с накидом тоқу керек делік. Яғни әр ілмектен 2 столбик с накидом тоқимыз. 2 көтерме ілмек аламыз. Накид аламыз. Яғни бірінші столбик без накидадан 2 столбик с накидом аламыз. Бірінші столбик с накидом. Тура осы жерден қайттан екінші столбик с накидом аламыз. Біз кезектестіреміз. Столбиктен мысалы біреу аламыз. Келесіден қайттан екеу аламыз. Тура осы жерден қайттан екеу алдық. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың екінші реттің соңына дейін тоқыдық. Яғни соңы және басы. Енді бізге соединительный столбик көмегімен осы рядты біріктіру керек. Ол үшін біз мына жерде көтерме ілмек, екі ілмек, бірінші столбик бізде. Осы бірінші столбикке крючокты енгіземіз. Енгізіп, жіпті іліп алып, осы столбиктен және крючоктағы, яғни соңғы столбиктен тоқимыз. Соединительный столбик көмегімен екінші рядты біріктірдік. Мына жерде тағы бір назар аударылатын бір жағдай бар. Яғни біз көтерме ілмек алған жерде, мына жерде тығыз болып келеді. Осы тығыз болмас үшін біз көп жағдайда, яғни бірінші столбик с накидом деп біз көтерме ілмекті санаймыз. Яғни қазір оны қалай тоқу керектігін көрсетіп жіберейін сіздерге. 3 көтерме ілмек аламыз. 2 емес, мына жерде 3 аламыз. 1, 2, 3. Біз осы көтерме ілмекті бірінші столбик с накидом ретінде санайтын боламыз. Енді біз кезектестіреміз столбик с накидом. Бірінші ілмекке, екінші ілмекке 2 столбик с накидом. Үшінші ілмекке тағы да 1 столбик с накидом. Төртіншісіне 2 столбик с накидом. Осылайынан кезектестіріп, қатардың соңына дейін тоқимыз. Так, бірінші міне. Бастайық. Осы бізде біріншісі болып есептеледі. Одан кейін міне 1 столбик. Енді осы жерден 2 столбик с накидом аламыз. Қайтадан 1 столбик с накидом аламыз. Одан кейін 2 столбик с накидом аламыз. Бір жерден.
Келесі ілмектен қайтадан бір столбик накидым аламыз. Келесінен қайтадан 2 столбик накидым аламыз. Қайтадан бір столбик накидым. Қайтадан 2 столбик накидым. Қайтадан біреу. Қайтадан 2. Қатардың соңына дейін біз тоқыдық. Үшінші қатарды бізге біріктіру қажет. Біріктіру үшін біз жаңа естеріңізде болса, 3 көтерме ілмекті біз бірінші столбик накидым ретінде санадық. Ендеше біріктіру үшін крючокты осы 3 ілмектің ең жоғарғысына, яғни 3-ші ілмекке енгіземіз. Енгізіп, жіпті іліп алып, осы ілмектен және бастапқы соңғы, яғни ілмектен қатар тоқимыз. Біз 3-ші қатарды соединительный столбик көмегімен біріктірдік. Тура осылай керекті қатар санын дөңгелетіп тоқи береміз. Мына жерде біз бұл әдісті көтерме ілмек тұрған жер тығыз болмас үшін қолдандық. Осылайынан біз керекті мысалға ковер, тағы да басқа заттарды, салфеткаларды осындай тәсілдермен біз тоқимыз. Сіздерге түсінікті болды деген ниеттемін. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып, сұрақ қойсаңыздар болады. Мен барлық комментарийге жауап беруге тырысамын. Менің өтіп отырған сабақтарым ұнап жатса, менің каналыма подписка жасап, алда өтетін мастер-класстардан құр қалмай, менімен бірге басқа да заттарды тоқып үйреніңіздер. Көріскенше күн жақсы достар. Барлықтарыңызға рахмет.